Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Біз оларға: бәріңде бұл арадан түсіңдер. Сендерге менен бір тура жол меңзеуші пайғамбар келсе, сол кезде кімдер менің нұсқаған тура жолыммен жүрсе, оларға қауіп-қатер, қам-қайғы жоқ деген едік. Кәпір болып аяттарымызды өтірікке шығарғандар тозақтықтар, олар онда мәңгі қалады. Ей Исраил ұрпақтары, сендерге нәсіп еткен нығметімді естеріңде сақтап, уағдаларыңа опа қылыңдар. Сонда менен де сауап берусінді уағдамды орындаймын. Менен ғана қорқыңдар. Мен түсірген Тәуратты растаушы Құранға сеніңдер. Оған ең алдымен сенімсіздік білдірмеңдер. Менің аяттарымды аз ақшаға сатпаңдар. Менен ғана именіңдер. Хақты нахақпен араластырмаңдар, шындықты біле тұра жасырмаңдар. Намазды толық өтеңдер, зекет беріңдер, рукух етушілермен бірге рукух етіңдер. Алланың құзырына бас қойып иіліңдер. Басқаларды жақсылыққа бұйырып, өздеріңді ұмыт қалдырасыңдар ма? Сендер кітап Тауратты оқитын адамсыңдар, мұны түсінбейсіңдер ме? Сабырмен және намаз оқумен Алладан жәрдем тілеңдер. Расында, ынталылардан басқаларға мұның машақаты мол. Олар ынталылар Раббысына шын жолғатындықтарына, әрі оның алдына сөзсіз қайтарылатындықтарына кәміл сенеді. Ей Исраил ұрпақтары, сендерге берген нығметтерімді және бір кезде сендерді әлемде үстем қылғанымды есте сақтаңдар. Біреу үшін ешкімнің қайыры тимейтін, біреудің біреуге шапағаты қабылданбайтын, ешкімнен де ақы алынбайтын, жәрдемге қолы жетпейтін сол бір күннен қорқыңдар. Өздеріңді қатты қинап, азаптаған қыздарыңды қалдырып, ұлдарыңды бауыздаған перғауын тобынан сендерді құтқардық. Осының өзі де Раббыларыңның сендер үшін үлкен сынағы еді. Сендер үшін теңізді қақ жарып, сендерді құтқарып, перғауын тобын көз алдарында ғарқ қылдық. Мұсаға 40 түнді сол мезгіл аяқталғанда Тәуратты түсірген уағда еткен едік. Кейін оның артынан сендер бұзауға табынып, өз бастарыңа залымдық істедіңдер. Сонан кейін шүкірлік етер деп сендерге кешірім жасадық. Кезінде сендердің тура жолға түсулерің үшін Мұсаға дұрыс пен бұрысты ажырататын кітапты Тәуратты бердік. Сонда Мұса алейхиссалам өз қауымына: ей қауымым, сендер бұзауға табынып өздеріңді алдыңдар, енді жаратушыларыңа тәубе қылып, бұзауға табынғандарды өлтіріңдер. Жаратушыларыңның алдында осылай істегендерің рауа. Алла тәубелеріңді қабылдайды, өйткені ол тәубені өте қабылдаушы, өте рахымды, деді. Сол кезде сендер: ей Мұса, біз Алланы көзімізбен анық көрмей тұрып, саған әсте иланбаймыз деген едіңдер. Сол сәтте сендерге табанда жасын түсті, мұны өздерің де бақырайып көріп тұрдыңдар. Онан соң шүкірлік етсін деп, сендерді өлгеннен кейін қайта тірілттік. Сендерге бұлтты сая еттік, аспаннан құдірет тосабын сәулені және бөденені түсірдік те, нәсіп етілген пәк әрі дәмді ризықтардан жеңдер дедік. Бірақ олар бірге қастық істей алмады. Қайта өздері тауқымет тартты. Біз өз кезінде Мұса арқылы мына қалаға Бәйтул-Мұқаддасқа кіріңдер де, ол жерде емін-еркін ішіп жеңдер. Бәйтул-Мұқаддас қақпасынан сәжде қылып: я Раббым, күнәларымызды кешіргейсің деп кіріңдер. Біз күнәларыңды кешіреміз және жақсы іс істегендерге артық сауап береміз дедік. Залымдық істеушілер кешірім сұрау жөніндегі өздеріне айтылған сөздің өңін айналдырды. Бұзақылық істеген үшін біз залымдарға аспаннан апат түсірдік. Сонда Мұса алейхиссалам өз қауымына су сұраған еді. Біз оған: аса таяғыңмен тасты ұр дедік. Сол сәтте одан 12 бұлақ атылып шықты да, әр ру өз суаттарын біліп алды. Оларға: Алланың несібесінен ішіп жеңдер, тек жер жүзінде жамандық жаймаңдар дедік.
Бір кезде Исраил ұрпақтары бөдененің етімен және құдірет тосабымен қоректенген шақтарында, сендер, ей Мұса, бір ғана қорекке шыдай алмайды екенбіз. Біз үшін Раббыңа дұға қыл. Бізге жердің көкөнісін, қиярын, сарымсағын, бұршағын және пиязын өндіріп берсін дедіңдер. Мұса, жақсы нәрсені жаман нәрсеге айырбастайсыңдар ма? Ендеше бір қалаға кіріңдер, сонда қалағандарың бар, деді. Ақыры олар қорлық пен мұқтаждықта қалып, Алланың қаһарына тап болды. Мұның себебі олар Алланың аяттарына қарсы келіп, пайғамбарларды нақақ өлтірген әрі Аллаға қарсылық істеп, шектен шыққан еді. Иман келтіргендер яһудилер, насаралар, христиандар және сәбиіндер жұлдызға көкке табынушылар арасынан Аллаға, ақыретке сенген, ізгі іс істеген адамдар Алланың алдында сөзсіз өз сауабын алады. Оларға қауіп-қатер, қам-қайғы болмайды. Біз сол кезде Тұр тауын бастарыңа төндіріп тұрып, сендердің уағдаларыңды алып, ақырет азабынан сақтануларың үшін біз берген кітапты, Тауратты мықты ұстап, ондағы ережелерді естеріңде сақтаңдар деген едік. Кейін уағдадан тайып, бет бұрып кеттіңдер. Сендерге Алланың кеңшілігі, қайырымы болмаса, гәп жоқ, зиян тартушылардан болатын едіңдер. Араларындағы сенбі күні балық ауламау жөніндегі шариғат шегінен шыққандарды сөзсіз білесіңдер. Біз оларға маймыл болып, абыройларың кетсін дедік. Бұл жазаны олардан ілгергі және кейінгілер үшін ғибрат, тақуалар үшін насихат еттік. Бір кезде Мұса өз қауымына Алла сіздерге бір сиыр бауыздауды бұйырады деп еді. Олар, сен бізді тәлкек қылып мазақтап тұрсың ба, деді. Мұса, мен қас надандардан, тәлкек етушілерден болмас үшін Аллаға сыйынамын, деді. Олар Мұсаның қауымы, біз үшін Раббыңа жалбарынып мінәжат қыл, бізге оның қандай сиыр екендігін баяндасын, деді. Мұса, Алла ол сиырды кәрі де емес, жас та емес, орта жастағы болсын дейді. Сендер әмірді орындаңдар, деді. Олар тағы да, сен Раббыңа жалбарын, бізге сиырдың өң түсінің қандай екенін баяндасын, деді. Мұса, Алла оны қарағандардың назар аударатындай әдемі, сап-сары болсын деп бұйырды. Олар, біз үшін Раббыңа жалбарын, сиырдың түр-түсін ұқтырып берсін, өйткені ол сиыр бізге күңгірт болып тұр. Егер Алла қаласа, жолымыз болар, деді. Мұса, Алла ол сиыр егін салуға, су тартуға істетіліп үйретілмеген, дені сау, дағы жоқ, меңсіз болсын дейді, деді. Олар, міне, енді нақ айттың десті. Олар оны істеуге құлқы тартпаса да, сиырды тауып бауыздады.